Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менімен бірге сендер Сан-Себастьян чизкейкін дайындайтын боласыңдар. Қатты оценивать етпеңіздер, мен өмірімде екінші рет қана жасап жатырмын. Поэтому кеттік. Артқы жағымдағы фоныма мән бермеңіздер. Главное менің face, иә, маған қарау керек. Так, ең басты мен творожный сыр бізге керек. Сливки, крахмал, пудра и 4 жұмыртқа. Сонымен енді кеттік. Өзім кеттіктен басқа сөз білмегендікте творожный сырды уже чашкаға себелеп или салып, қалай айтшы, соны істеп қойдым. Енді оған пудра мен крахмал қосамыз. Қолмен өлшедім ба, көзбен өлшедім ба, соны түсінбей әйтір салып қойдым. Енді осындай штукамен блендер деп аталады. Миксер деп аталады. Миксермен араластырамыз. Малый оборотта. Ал енді бір-бірден тауықтың баласын қосамыз, яғни жұмыртқа, иә. Негізінде бізде творожная масса, андай жұмсақ болу керек. Май ериді ғой, сол сияқты. Бір-бірден қосып сайын, иә, сосын келем. Біздің массамыз сап-сары болды, өйткені жұмыртқа қостық. Үйдің жұмыртқасы болғандықтан сап-сары болды. Енді бізде сливки қосу қалды. Мына жерде 200 миллилитр. Енді тағда осының жартысын қосып 300 қыламыз. Енді бұл масса қатама, қатпайма, пысама, пыспайма, бір құдай біледі деп айтқандай. Әйтір салып көрейік, иә, пісіріп көрейік. Мен бұл чизкейкті формаға салып қойдым. Кішкене бір келікі болу үшін төбесі сіркілдеп қаламыз. Форманың диаметрі 20, кажется, қателеспесем. Осылай ұрып алғаннан кейін тегістеу болып қалады. Енді пісірамыз да кеттік. Духовкадан алып шықтым. Негізінде төбесі қап-қара болу керек, бірақ менікі күймепті, өзім қолын алдым ба, білмеймін енді. Бірақ ертең дәмін көреміз уже. Өйткені 4 сағат холодильникта тұру керек. Менімен бірге уақыт өткізіп, пысырғандарыңызға рахмет. До новых встреч, кездескенше. Сау болыңдар.